Қазақстанның байрағымен аяғым сүртейін. Қазақстан негізі заң деп жарып қояды. Негізі ол көтсүртетін қағаз. Қазақстан негізі келешегі жоқ ел. Ерте ме кеш Қытайға қосылады. Демесе де әзір 90% Қытайдікі ғой. Жер байлығы да, мұнай да, қызы да, оның өндірісі де. Әрине, Қазақстанда ешқандай өндіріс жоқ. Бір байпақты өндіре алмайды ғой, мына байпақ. Дамбалды өндіре алмайды ғой. 90% азық түлігі істететін электрондық жабдықтары. Анау Алтын Ордадағы 10 мың теңгелік Samsung кешен Қытайдың ана Гуанчжоу деген қаласында, Дунгуан деген, Jiangsu деген өлкелерінде өндіреді. Қазақстанда негізінен қазақтар қайыршып кеткен. Өзінің Қазақстаным деп жүрген өзінің аталмыш отанында қайыр тілеп жүреді ғой, айналайын. Алматының анау Челекке баратын анау бір бекет бар ғой. Сайран дей ма, саяхат па. Сол жерде Ақмешіт деген жер бар. Жұма күндері немесе түстерде барып көріңіздер. Қатындар бір қолында шынысын, бір қолына баласын ұстап, сол жерде телміріп сенің бетіңе қарап тұрады. Ұяласың алына өткеннен. Бір рет ұқпай өтіп қапты екен, бір келіншекке енді қайыртып тұрған көріп азырақ ақша бердім. Ары қарай қарасам, 20-30 қатар тізіліп маған қарап тұр екен. Ұялып үндемей өтіп кеттім сол кезде. Негізі Қазақстанның қыздары былай қарасаң 50% жезөкше. Анау Алматыдағы бірінші вокзалға барсаңыз, артқы көшесінде тар көшеге кірсеңіз, бір гостиница бар. 5 мың теңге, 7 мың теңге демалып шықсаңыз. Сейфуллинның көшесі, бірақ ол ана сақшылары, сіздер айтқанда милиция қызметкерлері анда-санда тазалап тұрғанымен, қыздарын ғой 1-2 сағат қамап қойып тастайды. Ал жігіттерін қолының қышу қанғанша ұрып, азырақ айып ақша төлеп шыға алмайды. Негізі Қазақстанның кейбір қалалары бар. Қала деп айтқаннан ұяласын. Анау бір ауыл қыстақ секілді. Қап-қараңғы барсың, қорқасың, үрейлі. Мысалы, Астана қаласы, Астанасының атын өзгертіп өтті ғой. Нұрсұлтаннан бері қарай Аягөз деген қаласына барқап едім мен 3-4 жылдың алдында. Мынау қаламыз деп біреу айтып қалды. Астанадан Талдықорғанға 1,5 күн жүреді екен. Анау Павлодар деген нені айланып, Семейін айланып, Аягөзін бір кеште тоқтап едік сол кезде. Қап-қараңғы. Шошисың.